Сәлем, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте тез дайын болатын пирогты дайындаймыз. Ең әуелі ыдысымызға 4 жұмыртқаны саламыз. Егерде жұмыртқаңыз үлкенірек болатын болса, 2 жұмыртқа жетеді. Үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қантты бірден салмаймыз. Бөлікке бөліп салып араластырып отырамыз. Міне мен бөліп салып отырмын. Енді сүтімізді құямыз. Үстіне өсімдік майын құямыз. Араластырып, жақсылап 1 шай қасық разрыхитель саламыз. Жақсылап араластырып, үстіне 2 бөліп ұнымызды саламыз. Түйіршік қалмау керек. Жақсылап араластырып. Міне дайын болды. Енді пергамент қағаз төселген кольцомызға саламыз. 24 диаметрлік кольцо. Міне пирогымыз пісті. Дайын болды. Міне өте жұмсақ.